Қайырлы күн баршаңызға. Құрметті менің оқырмандарым. Негізі мен мынау өмірімнің өзі бір қызық жағдайлардан тұрады ғой. Жалпы кейде бір қызық түстер көресің, бір отбасында отырып естелік әңгімелер айтып отырамыз. Соның бір куәсі осы бүгін ғана Facebook жаңа TikTok парақшаларына салған, күліп отырғанымыз, көзден жас шығады кейде, қуаныштың. Жалпы жылағанды жұбатамыз, жұбатып отырып күлдіреміз. Бұның бәрі өмірден алған нәрселер, менің өмірімдегі бір қызық жағдай. Соны жаңағы көпшілігі бізде күлейік, айта отыр шаш деген соң айтайын бірең сараңын. Бір күні осы қыстың мезгілі, таң бозарып батқан жоқ әлі. Сағат 5-тен кеткенде ме екен, таңғы сыртқа шықтым. Барып өлгенімді айтып, бісмілләмді айтып, есікті ашып, айға қарап, ей Алла, бергеніңе шүкір, аяқ қолымды сау қылып оятқаныңа рахмет деп айта берген сода түстімнен бірдеңе секіріп өтті. Қорқып кеттім кәдімгідей. Содан жан-жағыма қарайым, бір денем түршігіп, қара тер бұрқ ете түсті, аяғым дірілдей бастады. Манағы бір арқардай өзі биік, әппақ қасқыр дейін десем, қасқырға ұқсамайды. Ой, білем біздің жақта қайдағы қасқыр. Ана бәле дейтін, одан сайын секіріп, ана жерге барып алдыма тұрды. Бір қарасам, бір айдың сәулесі жарығы түсіп тұрған жерге барып тұрды. Енді өзім қорқып баратын тілі кетті. Не істесем екен деп. Барып келген бісмілләмді қуалағанын бәрін айтып жатыр. Қозғалмайды, бір жерге барып тұрды да қалды. Менің жүретін қалым жоқ, қара тер бұрқ ете түсті. Денем тітіркеніп кетті. Жайлап үйге кіріп, ұйықтап жатқан жолдасымды Нұргүлді ояттым. Нұргүл жайлап тұр енді. Не болды? Ұсқының бозарып кетті ғой дейді. Сыртта шайтан бар. Пері келді. Әкем марқұм Қалел Белжас айтады, Қанкөлде тұрғанда Қази деген ақын көршісі болды. Перінің қызымен жүрген деп, перге көзіне тіке қарамайды деп. Ол есіме түсіп кетті ме, одан сайын қорқам. Жолдасым мен бірге сыртқа шықты. Сыртқа шықсам, анағы әппақ әлі тұр. Бір орында қозғалмайды. Ол да бісмілләсін айтып жатыр. Сосын айттым, ай ол дейтін, мұсылманша түсінбейді. Бұл жақта өзге ұлттар, жаңа христиандар, ол дейтін енді бұған орыстың перісі болды ғой деп. Кинодан көргенімізді айтып, во имя Отца и Святого Духа, Господи, помилуй деп, ана қорына қозғалып кеттік. Одан сайын қара тер бұрқ ете түсті, көрдің бе мынау пері болды деп. Жолдасым одан сайын қорықты. Ойбай, мені үйге жеткіз, қалаға ауылыңда шайтан бар, пері бар екен дегенмен деп. Ауылдың шетінде тұратын көрші, жақын жер енді, шет жағында. Дядя Петяға бардым, есігін қақтым. Дядя Петя, тұрыңыз, не болды? Сөйлейтін қал жоқ. Жолдасымды Самараның трассасына апарып тастап кетіп бара жатқан машинада тоқтатып, қалаға жеткізіп тұратын. Ол кісі енді жақсы кісі, қалбалақтап алып тұрып, машинасын қыздырып, қыстың күні күн аязға қарамай, жолдасымды апарып машинаға мінгізіп жіберді. Мен үйге келіп, енді жарық болып, сыртқа шықтым. Шықсам, анағы әппақ, кәдімгі забормен бірдей біп-биік қораның ішінде тұр, қораға секіріп келген. Қараймын, ешкі, кәдімгі жабайы болып кеткен анау. Содан барып бісмілләмді айттым, енді содан кейін қораға жақындай алсамшы. Қораға кіре алмайым. Кірейін десем қорқам, алдымда қыз болып тұр ма, шашын жалбыратып деп. Жоқ, бір күн өтті, 2 күн өтті, содан 10 шақты күн өтті. Байқап қарасам, әлгі
ауылдың шетінде тұратын Сергейдің ешкісі, текесі. Ол дейтін жаңағы жаздың күні қашып кетеді екен де, қамыстың ішіне кіріп кетіп, қыстың күні қар түскенде бір келеді екен. Үйін шатастырып алып біздің үйге келген ғой. Соны айтайын деп жанталасып қалаға келдім, үйге келіп, жолдан келіп шаршап кеткенмін ғой. Шаршап кетіп, ұйықтап кеткенмін енді. Ұйықтап кетіп, айқайлаған қатты ішімнен мен. Жолдасым шауып келіп оятып жатыр, жайлап тұр бастырылып жатсың ғой. Қайдағы ана сыртында, көрпем жамылған сыртындағы жаңағы қабын мықтап тұрып жыртып тастағаным, тарта бергенмін ғой. Не болды дейді. Ой, мынау гаишник тоқтатып алып мені. Ремень салмадың деп. Мынауын жат, ремень салып жатырмын деп тартқылай беріп, көрпені қабын жыртып тастағаным ғой. Жігіттер рөлге отырғанда ремендерін салып отырыңыздар.